Қалайсыңдар халқым? Мен де басыма шляпа киіп алсын, Тарантино ұқсап. Бір айыл видео жібере береді да, қайта анандай провокационный видеолар жібереді өзіміз. Ана өкімет жамандап, ана халқым жаман өмір сүріп отыр деген дейші. Оған жазып жібердім. Ондай маған видео жібермеңіз, провокация деймін ғой. Сіз мына видеоның бәріне жібергеннен түк өзгермейді деймін ғой. Адам деген бірдеңке өзгеретін болса, өзгертетін болса, бірінші өзінен бастау керек. Өзгерсе, қалғандарды соған қарап өзгереді. Айтам ғой. Мысалы, қазір осылай келтірейік та, сізді, біздің елімізді басқартуға қойсақ, сіз өзіңіз тура сондай болып кетесіз деймін ғой. Қарапайым халықты ұмытып. Ол деген қазіргі өкімет жаманды отқаныңыз көре алмаушылық болып отыр сізде. Сіз қарапайым халықты ойлап отқан жоқсыз деймін ғой. Қарапайым халықты ойласаңыз, шығыңыз, фонд жасаңыз, көмек қорым деген, тағы да бірдеңкелер, ана өтірік видеолар жібере беріп, провокация, біреуді жамандап, одан түк ештеңке өзгермейді. Қалай ойлайсыңдар халқым? Комментарий жазып жіберіңдер.